Бүгін бүкіл әлемдік аутизм жайлы ақпарат тарату күні. Осы жұмбақ дертке шалдыққан балаларға шын мәнінде қоғамның назары мен мемлекеттің қолдауы қажет. Өйткені Қазақстанда аутизмге шалдыққан балалар мектеп пен балабақшаларға қабылданбайды. Оларға арнайы ем, оқу орны көмек беретін мамандар қарастырылмаған. Тіпті саны жөнінде статистикада жүргізілмейді. Бүгін сонда ерекше бүлдіршіндердің ата-аналарынан құрылған Алтын тамшы қоғамдық бірлестігі осы проблемаға назар аударту үшін шағын жиын өткізді. Алайда оған шақырылған өкілетті тұлғалардың бірде-бірі келмеген. Тек қана 2 сәуір күні қандай да бір бағдарламалар беріледі, қандай да бір ақпараттар жүргізіледі. Бірақ басқа кезде 364 күнде халық ешқандай бұл бала туралы ешқандай ақпарат алмайды. 7-ге 8-ге келгеннен кейін әрі қарай баратын жері, оқитын жері жоқ. Оған арнайы бағдарламалар жасалынбаған. Елордада қазір осында ерекше сәбилерден теріс айналмай қамқорлығын алған жекеменшік 5 орталық бар екен. Алайда ең өкініштісі, мектеп жасына жеткенде ақыл есі дұрыс болса да, ортада өзін ұстау қабілеті жоқ аутист балалар ешкімге керек болмай қоғамның сыртында қалып қояды екен.